Сіз мықты экспертсіз, кәсіпкерсіз, кәсібіңіз бар, бірақ клиенттер саны азайып, табысыңыз төмендеп жатыр. Оның себебі нарықта сіз сияқты эксперт, кәсіпкерлер көп. Соның салдарынан тұтынушы өзінің керек қана экспертін таңдап, керек кәсіпкерден өзінің өнімін сатып алады. Егер сіздің өніміңізді сатып алғанын қаласаңыз тұтынушының, онда сізге жеке бренд қалыптастыру керек. Жеке брендті дұрыс қалай қалыптастыру сізге қызық болса, онда осы видеоны соңына дейін тамашаласаңыз болады. Сәлем достар, есім Бәкен Сақтаған, бизнесмен, бизнес-наставник, жеке бренд экспертімін. Мен өзім каналымда бизнес жасауды, қаржылай сауаттылықты, жеке брендті, маркетингті, психологияны айтып, өзімнің өмірімдегі тәжірибелермен бөлісетін боламын. Видео ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, ой пікірлеріңізді жазып, сұрақтарыңыз болса қойып отырсаңыздар болады. Ендеше бастайық. Маған хабарласқан эксперттердің, кәсіпкерлердің жиі қоятын сұрағы, менің қазір сатылым төмендеп кетті. Клиенттер азайып жатыр. Оның себебі неде дейді. Достар, оның себебі қазір нарықта өнім көп, эксперт болсын, я болмаса кәсіпкер болсын, өнім өте көп. Сондықтан клиенттер өзі таңдайды, кімді алғысы келетінін. Ал кімді алады? Әрине, кімде жеке бренд бар, кімде гарантия бар, кімде сапа бар, кімде бренд бар, сол адамның өнімін тұтынады. Сондықтан жеке брендті қалыптастырмай, қазір уақытта өзінің нарықтағы орныңды алу өте қиын. Сол үшін бүгінгі видеоны түсіруді жөн көрдім. Жеке брендті қалыптастыру үшін ең бірінші өзіңізге осы екі сұрақты қойыңыз. Мен кіммін және мен кім үшінмін? Жеке брендті қалыптастырған кезде көбісінің эксперттердің, кәсіпкерлерінің жіберетін қатесі өзінің кім екенін дұрыс позиционирование жасап көрсете алмайды. Яғни, мысалы ретінде алсақ, сіз психологсыз, әрине сіз барлығын білесіз психологиядан, сіз барлығына көмектескіңіз келеді, әр жақтан табыс тапқыңыз келеді, бірақ ол үлкен қате. Сіз нақты бір бағытты ғана таңдауыңыз керек. Мысал ретінде алсақ, сіз күйеу мен әйелдің арасында қарым-қатынас, не болмаса ата-ана мен балалардың арасында қарым-қатынас. Сіз осының біреуін ғана бағытты таңдап, сол бағытта мықты эксперт екеніңізді көрсете білсеңіз, сізге төленетін ақша да өседі, және сіздің клиенттеріңіздің саны артады. Әрине, жеке бренд қалыптастырып көрмеген адам ойлайды, мен әрқайсысынан табыс табайын, сонда менің табысым көбейеді деп. Әрине, ол өте қате. Сондықтан сіздерге берер кеңесім, ең бірінші өзіңіздің кім екеніңізді анықтаңыз. Осы сұраққа жауап беріп болдыңыз, енді мен кім үшінмін? Осыған көңіл бөліңіздер. Бұл жерде сіз нақты өзіңіздің мақсатты аудиторияңызды, целевой аудиторияңызды анықтауыңыз керек. Өйткені нақты мақсатты аудиторияңызды анықтамасаңыз, сізге адамдар келеді, бірақ сіздің өніміңізді сатып алмайды. Сондықтан осы екі сұраққа дұрыс жауап беріп үйреніңіздер. Сіз дұрыс позиционирование жасадыңыз, енді келесі қадам сіз өзіңіздің Instagram парақшаңызда дұрыс упаковка жасауыңыз керек. Өйткені сізге адамдар келеді, подписчиктер келеді, сіздің парақшаңызға қарайды, сіздің кім екеніңіз түсініксіз болса, кіреді де шығып кетеді. Сондықтан сіз өзіңіздің Instagram парақшаңызда дұрыс упаковка жасауыңыз керек. Дұрыс упаковка жасағаннан кейін сізде міндетті түрде контент план болу керек. Өйткені сіздің упаковкаңыз, Instagram парақшаңыз дұрыс жасалғаннан кейін сізге подписчиктер келеді, бірақ сіз контент план жасамасаңыз, сізге тіркелген подписчиктер белгілі бір уақыттан кейін сізден отписаться етіп шығып кетіп қалады. Сондықтан сізде міндетті түрде контент план жасалу керек. Контент план жасалғаннан кейін сізге міндетті түрде команда құру керек. Команда, яғни сізбен осы сіздің жеке брендті дамытатын адамдар керек. Одан кейінгі қадам, сіз міндетті түрде өзіңіздің жеке брендіңізді дамытуға белгілі бір бюджет арнауыңыз керек. Достар, осының барлығын түгел жасаған кезде сіздің жеке брендіңіз белгілі бір уақытта үлкен дәрежеге жететін болады. Егер жеке брендіңізді қалай кәсіби дәрежеде құрастырсам болады, дамытсам болады деген сіздер сұрақ мазаласа, онда менің Instagram парақшама дайректке жазсаңыздар болады. Мен сіздерге арнап үлкен, мықты жеке бренд қалыптастыру курсын дайындап қойдым. Достар, видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болса, видеоны достарыңызға, таныстарыңызға, жақындарыңызға, барлық жақсы көретін адамдарыңызға таратыңыздар. Жеке брендін дамытқысы келіп жүрген достарыңыз болса, әсіресе соларға таратыңыздар.
бұл видео ол кісілерге өзін үлкен жоғары эксперт ретінде көрсетуге көмектесетін болады. Видеоның басынан соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған Бәкен Сақтаған.